Қазақ әдебиеті мен театрының тарихында драматургия жанрының профессионалдық тұрғыдан қалыптасып өсуіне, толысып кемелденуіне, әлемдік сахна кеңістігінен орын тауып өрістеуіне өлшеусіз зор үлес қосқан атақты драматург, жазушы, аудармашы, сыншы, қоғам қайраткері Қалтай Мұхамеджановтың туғанына биылғы атаулы даталардың қатарында Қазақстан халқының жазушысы Қалтай Мұхамеджановтың 95 жылдығына атап өтілді. Атақты драматург, жазушы, аудармашы, сыншы, қоғам қайраткер Қалтай Мұхамеджановтың шын мәнінде халықтың ұғымы мен таным биігіне көтерілген суреткер. Біздің уақытта нар тұлғалардың шын таланттарын бағаламаған сияқты. Қалтай сияқты білімі түгілі телегей тегіз, қай салаға салса да ала жөнелетін тұлпар сақылды таланттарын ұрпақ әрбір өшпейтіндігіне сенеміз. Жыл Ташкенттегі театр және көркем өнер институтын бітірді. Қожа руынан шыққан. Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігінде, мемлекеттік кино комитетінде, Қазақстан жазушылар одағының, кинематографистер одағының бірінші хатшысы. 1988-1998 жылдары республикалық Ара Шмел журналында, халықаралық Заман Қазақстан газетінде бас редактор болды. Өмірінің соңғы жылдарында халықаралық Түркістан газетінің бас редакторы қызметін атқарды. Қаншама рет арпалысып жауызбен жығылған ғой сол күлкі бір соққыға. Сол күлкіден жадыраған түнерген, шалқасынан түскен талай шіреген. Сол бір күлкі сүмірейтіп содырды, оспадарды осып-осып жіберген. Оны тыңдап ажарланған әрсізде Пилік қан сияқты атақты туындыларын аударудан бастаған. 1959 жылы Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында «Бөлтірік бөрік астында» атты тұңғыш драмалық туындысының премьерасы қабыл болды. Қалтай Мұхамеджанов пьесалары адам мінезінің, іс-әрекетінің күлкілі жақтарын алып суреттеуге құрылады. Күлкінің ар жағында ондай құбылысты әшкерелеу сарын жатады. «Бөлтірік бөрік астынданың» басты кейіпкері сапар жолпыз, опасыз, өмірді алдау мен арбауға құрып үйренген адам. Ауыр өтістерін, Айтмасовтың «Ана, жер, ана», Арманның әселін пьесаларын, Ақкеме повесі және Шығыс классикасының «Мың бір түн» ертегісін қазақ тіліне аударды. 1978 жылы жазушы баспасынан таңдамалы шығармаларының 2 томдығы жарық көрген. 1998 жылы таңдамалы шығармаларының 3 томдығы шықты. Ол драмалық шығармаларында диалогтың даралану заңдылықтарын, диалогтың даралығы бәсекелестігін шебер пайдаланды. Оның комедиялық және драмалық туындыларының қай-қайсысында қазақ қоғамында рухани дерттің белең ала бастауы кеңінен қамтылып, қазақ халқының кеңес дәуіріндегі алмағайып тағдыры, ұлы тұлғалардың трагедиялық бейнесі айқын көрініс тапты. Сарына 95 жыл бұрын туды ұлы адам, Қалтай атты қазағымның алыбы. Елдегі бар, ел есінде өлмеген, жазушы боп қаламында тербеген. Бір бойына 8 өнер сыйдырып, әрқашанда биіктерге өрлеген. Тұрағым бар қазағымның төрінде, еске алады әрқашанда елінде. Атын мәңгі биіктерге шарықтап, қалықтайды қазағымның төрінде. Таланттылдан тағдырын табыстырған өлең жырдан, тірісінде аңыз боп тұлғалар көп өнердің өлкесінен шыңға шыққан. Сондай жанның бірегейі алғашқы кәсіби қазақ критигі Қалтай аға жазушы, драматург, үлгі алуға тұрарлық өнер кісі. Бүгінгі ұрпақ Мұхамеджановты бейнекен таныстыра өтеген өнер жырмен, қалдырған мұрағып ұрпағына қағып ба әзіл астарлы ұтымды оймен. Өзі келмеске кеткенімен астарлы ойларынан туындаған пьесалар мен өзекті мәселелерге арналған өткір басқа да туындылары арада күндер өтіп, жылдар жылжыған сайын көкейтестілігін жоймақ емес. Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді қазақ даналығы. Расында Қалтай Мұхамеджановтың атында, хатында халқымыз ұмытпайды және ұмыттырмайды да. Осымен жазушының шығармашылығына арналған кешімізді аяқтаймыз.